армысыздар, бүгін пицца әзірлейтін боламын. Өте дәмді, енді мына көрінісінен де көрініп тұрған шығарсыздар, өте жұмсақ, өте дәмді. Сырдың өзінің дәмі деген айта алмаймын, енді күшті болған. Қамырда ең алдымен үстіп 2 кружка су құйып аламыз жылы. Оған қант және тұз ғана қосатын боламыз. Және ұнды осылай ситадан өткізетін боламыз. Міндетті түрде қыздар. Және де осы ұнды илеп болғаннан кейін үстіне дрожж қосамыз. Ұнның үстіне дрожж қосамыз қыздар. Сол кезде ұнымыз және дрожжымыз жақсылап араласатын болады. Және ыстық су болатын болса күйіп қалмайды. Дрожждан кейін осылай өздеріңіздің көз мөлшерінше май құятын боламыз. Және осылай жақсылап араластырамыз. Қыздар, қамырымызды жұмсақ қып илейтін боламыз. Қатты қылуға болмайды, өйткені пиццамыздың қамыры қатып пісетін болады. Сол себепті де өте жұмсақ қып илейтін боламыз. Илеп болған қамырымызға осылай кішкене май қосамыз да тағы да 1-2 рет илеп жібереміз. Сөйтеміз де осылай пакетке салып қамырымызды тұндыратын боламыз. Қамырымыз 1 сағат көлемінде ашитын болады. Қамырымыз ашығанша оған қосатын заттарымызды дайындап аламыз. Мен ет, шұжық, тауық шұжығы және сосиска қосатын боламын. Және осындай моцарелла ірімшігі керек болады. Мен 3 пицца жасаймын. 400 грамм аз болады екен, мен аз алып қойыппын. Негізінде 3 пицца жасайтын болсаңыздар 800 грамм моцарелла керек болады екен. Сырымды осылай дайындап алдым. Дайын болған қамырымды 3 бөлікке бөлетін боламын. Менен осы қамырдан 3 пицца шығатын болады. Осылай қамырымызды дайындап алатын боламыз. Және де біреуін осылай қолмен жаймен жайып шығамыз. Өте жұмсақ қамыр, сол себепті бізге ұнның көмегі керек болады. Осылай қамырымызды өретін боламыз. Сіздер өрмесеңіздер де болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша істей беріңіздер. Дайын болған қамырымызға осылай кетчупымызды қосып бетіне жағатын боламыз. Бұл пицца етпен болғандықтан бірінші сырымызды салдым, осылай жақсылап бір қатар қылып, одан кейін барып етті салдым және үстіне тағы да сыр салдым. Сол кезде етті жақсылап ыстап тұрады. Қыздар, осылай бірінші пиццам дайын болды. Енді дәмі күшті, жаңағы айтқандай, қазір кескеннің өзінде көрініп тұрған шығар. Өте жұмсақ болған, өте дәмді болған. Осылай әзірлесеңіздер болады. Өте дәмді, енді мынау бар ғой. Кәдімгі сатып алатын пиццадан да өте дәмді шыққан. Өздеріңіз осылай үйлеріңіздегі балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, балалар шыдай алмай қасымда айналшықтап жүр. Ал енді екінші пиццамызды әзірлейтін боламыз. Тура жаңағыдай қолмен, ұнның көмегімен дайындаймыз. Осылай жақсылап жұқарғанша осылай жаятын боламыз. Оқтаумен жайсаңыздар да болады.
қыздар, осылай екіншісінің барлық ингредиенттерін осылай қойып болғаннан кейін 10 минутқа пешке салып алатын боламыз. Өйткені мынау шұжықтарымыз жақсылап пісіп болғаннан кейін барып үстіне сыр қосатын боламыз. Сол кезде сырымыз өте созылмалы болады. Барлық ингредиенттердің барлығын описанияда қалдыратын боламын. Көріңіздер. Осылай қыздар, көріп тұрғандарыңыздағыдай, қараңыздар, сыры қандай күшті. Енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын, қандай күшті болғанын қараңыздар. Балаларыңызға жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, подписка жасап, каналыма жазылып кетіңіздер. Өте ыстық. Міне, сыры деген енді күшті.